Құлдықтан қашып құтылған қыз. Алматыда 25 жастағы бойжеткен өзін біреулердің ұрлап әкеткенін жезөкшелік жолға түсірмек болғанын айтып шағымданды. Денсаулық сақтау сау тамтығы алмай, таяқ жеген жәбірленушінің айтуынша, оны әуелі бір үйде соққыға жығып, кейін жеңіл жүрісті қыздардың ордасына алып барған. Ең сорақысы, бойжеткенді 2 күн қамауда ұстағандардың бірі оның бұрынғы жеңгесі екен. Қатты соққыдан есеңгіреп, әрең тілге келсе де, жәбірленуші полицейлерге өзін қай жерде және кімдердің қамап ұстағанын көрсетіп берді. Құлдықтан құтқару операциясына тілшіміз Мақсат Мәлік те куә болды. Зорлық зомбылықтың құрбаны болдым деген 25 жастағы бойжеткеннің денесінде сау тамтық жоқ. Басы жарылып, үсті басы түгел қанталап кеткен. Ауыр соққыдан есеңгіреп, әлсіреп қалыпты. Солығын баса алмаған ол, сол күнгі оқиғаны қорқынышпен еске алады. Қарап тұрмаңдар, қарап тұрыңдар, шығып кетіңдер. Тамақ жетін ораумен сосын уделениетімнің несімен буындырып, арқамдан ұрып, аяқтарымен, қолдарымен, тізелерімен тұр. Кім деген ұрды? Камила мен Аида ұрды. Бойжеткеннің айтуынша, жұмыстан қайтқан бетінде оны ұрлап кетіп, соққыға жыққандардың бірі туысқан ағасының бұрынғы әйелі екен. Ең сорақысы, қорғансыз жанды аяусыз тепкілегендер оны қорқытып үркітіп, жеңіл жүрісті қыздардың қатарына қоспақ болыпты. Пресска болып жұмыс жасайсың, жұмыс жасамасаң, мен саған анандай қағаздардың бәрін дайындап қойдым, апарып әке-шешеңе көрсетем деп, кешкісін мені Северная кольцо 32D, либо Г, сондай адресте автомойка Манара бар, подвалында притон бар, сол жерге апарды. Осылайша 2 күн құлдықта болған ол ретін тауып түн ішінде жақындарына хабарласқан. Сөйтіп өзін қай жерде күштеп ұстап отырғанын айтып үлгеріпті. Бірақ айтылған мекенге тәртіп сақшыларымен бірге жеткен туысқандары үйге кіре алмай кері қайтыпты. Ал істің насырға шапқанын білген сыбайластар ертеңіне оны Сайран автобекетіне ертіп әкелген. Толық қыз сіңілімнің қасында келді, жетектеп. Сөйтіп қасында келді, сөйтіп сіңілімді мен көрдім да, сөйтіп сіңілім келді, мен құшақтап амандасқанда, әпше мен көмектес шық, алып қаш деп сөйтіп жылады да. Алайда үйге жеткенше белгісіз көлік аңдып келгенін айтқан әпкесі сыртқа шығуға қорқамыз дейді. 2 жігіт торуылдап жүр деген олар тек біздің көз алдымызда полиция шақырды. Ал тәртіп сақшыларына мән-жайды түсіндірген жәбірленуші өзін қай жерде күшпен ұстағанын көрсетіп берді. Қайсы мына жасыл үйге? Жасыл бар отырған. Ал Қорқам, маған кете берейінші өтініш. Мен қазір шығып қалсам, мен қорқам. басқа қыздар болды ма? Ішінде болды басқа қыздар. Ол кімдер еді? Олар тәтенің тәтеге жұмыс істейтін қыздар болған. Жәбірленуші көрсеткен үй маңында әп-сәтте сақшылардың қарасы көбейіп, тіпті оқиға орнына жедел тергеу тобы алып ұшып жетті. Абыр-сабырды естіген көршілер бұл үйден талай рет жеңіл жүрісті қыздарды көргенін айтады. Ал алғашында қақпасын ашудан бас тартқан үй иесі артынша полицейлерге тап берді. Десе де полицейлер үйдің ішін тінтіп, бірнеше адамды ішкі істер басқармасына алып кетті. Ал айдың күннің аманында зорлық көрген бойжеткен әлі де қауіпсіздігі үшін алаңдайтынын жасырмады. Мақсат Мәлік, Қайрат Зиябеков, КТК, Алматы.